Балауса Музиманның жекпе-жегі жайында қазір әлеуметтік желіде көптеген талқылау болып жатыр. Жаңа қарсыласы үндістандық боксшы тым әлсіз деген сияқты. Осы жайында сіздің пікіріңіз қалай? Енді Әли жоғары деңгейге көтеріліп келе жатқан кезінде Геннадий Головкинмен жұмыс істеуге сондай шешім қабылдады. Енді оған мен қарсы боламадым, бірақ маған ол кішкене ауырлау тиді. Гена бір жағынан көмектесіп жіберейін деген шығар жас балаға. Результат айтайын, что жоғары деңгейде болған жоқ. Жалпы Геннадий Головкин неге осы Али Ахмедовпен ғана шектеліп қалды деп ойлайсыз? Бізде боксшылар көп еді ғой. Данияр Елеусіновтің өзі Олимпиада чемпионы, ол да Головкиннің командасына кіргісі келді, бірақ оның жолы болмады деген сияқты ол жақта. Көп осы құрамаға күш салған Мырзағали Айтжанов қой деп ойлаймын да. Енді ол кісінің еңбегі өте зор. Көлеңкеде сол әйтеуір өздерінің жұмыстарын атқарып жүре береді. Бапкерлердікі өте қиын, қиын жұмыс қой, шынын айтса. Ассалаумағалейкум баршаңызға, армысыздар ардақты бокс сүйер қауым. Бүгін біздің арнамызда кезекті подкаст. Студиямызда қонақта біздің отандық бапкер Али Ахмедов, Балауса Музиман, Жанқош Тұраров секілді қазақстандық боксшылардың бапкері Сағатбек Мұсаханов. Сағатбек, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер, міне подкастқа келіп, біраз сұрақтарға жауап беріп кетейін деп келіп отырмын. Сағатбек, енді осы жақында кеше ғана кәсіпқой бокс кеші өтті. Алматыда үлкен сіздің шәкірттеріңіз өнер көрсетті. Енді қазір сіздің шәкірттеріңізге жеке-жеке тоқтала өтеміз. Жалпы осы жекпе-жек кешіндегі өз шәкірттеріңіздің өнерін бағалап бір айта өтсеңіз, қорытындылап. Енді кәсіпқой боксқа келетін болсақ, бұл өте бір өзі қиын жол. Кәсіпқой бокста обязательно жаңағы финансирование болу керек, спонсорлар мен контрактыға отыру керек, жақсы промоутер табу керек, көп жұмыстар бар. Енді сол қиыншылықтарға қарамай, әйтеуір өзім бар, балаларым бар, шәкірттерім бар, жайлап осы балаларды жоғары деңгейге көтеруге тырысып әйтеуір келе жатырмыз. Міне бокс кешін өткіздік. Енді балаларымыз енді айтпаймын 100%-ке дайын болды деп, өзі уақытта аз болды, тығыз болды. Бірақ жақсы өнер көрсетті деп ойлаймын. Енді Балауса Музиманның жекпе-жегі жайында қазір әлеуметтік желіде көптеген талқылау болып жатыр. Жаңа қарсыласы үндістандық боксшы тым әлсіз деген сияқты. Балаусаның деңгейіне сай емес, оның үстіне бұл титулдық жекпе-жек деген сияқты. Осы жайында сіздің пікіріңіз қалай? Енді титульный жекпе-жек болғаннан кейін бізде жаңағы ЮБУ организациясы бар. Сол өзі бізге жаңағы именно қарсыласты таңдап береді. Сол берген қарсыласпен біз жекпе-жек өткіземіз. Енді жаңағы әлеуметтік желіде айтып атқан адамдарға енді айтарым, кішкене сабыр сақтап, осы қыз балаларды кішкене қолдап демегендері дұрыс па деп ойлаймын да. Айтады ғой, анау болатын ел бірін батыр дейді деп, осы батыр қыздарымызды кішкене қолдап жүргендері дұрыс деп ойлаймын. Енді қарсыласқа келетін болсақ, қарсыласты жаңағы деңгейі совсем төмен деп айтамаймын. Өте характері бар, жақсы қыз. Қазір Үндістанның боксы үлкен деңгейде жүр ғой. Әуесқой бокста. Әуесқой бокста. Енді бұл қыздардың бәрі әуесқой боксты өткен қыздар ғой. Жақсы қарсылас, жақсы өнер көрсетті. Жаңағы нокдаун алса да тұрып, ары қарай жалғастырам деді. Тек қана оларға жаңағы рахметім үлкен, өте жаңағы жүректі қыздар. Енді рингке кірген боксер, мен оларды ойлаймын, что оларда характерде батылдық та, батырдық та бар деп ойлаймын. Жалпы сіздің шәкірттеріңіздің арасындағы ең жалпы жақсы нәтиже көрсеткендердің бірі ол Али Ахмедов. Осы Али Ахмедовпен қалай жұмыс жасап бастадыңыздар? Жалпы қай уақыттан бері айта өтсеңіз? Енді Әлимен, енді Әли биыл 30-ға келді. Екеуміз
Әлиді маған әкесі 26 жасында әкеп берді. 6 жасында. Міне 24 жыл болды. Соның арасында енді Әли жоғары деңгейге көтеріліп келе жатқан кезінде ол жаңағы Геннадий Головкинмен жұмыс істеуге сондай шешім қабылдады. Енді оған мен қарсы боламадым, бірақ маған ол кішкене ауырлау тиді. Бірақ енді сол Генамен бір 5-6 жыл төңірегінде сол промоутерлік компанияда жұмыс жасады. Енді қазір келісім шарты аяқталғаннан кейін енді жаңағы бапкерлер, Американың бапкерлері болды, біреуі болды, екіншісі болды. Мен енді өзім солардың жаңағы жұмыс істеген деңгейіне қарап, сонан кейін жаңағы балама айттым, екеуміз жұмыс жасап көрейік. Өйткені соншама жыл бірге жұмыс істедік. Мен енді сенің қыр-сырыңды білемін. Енді ары қарай мына кәсіпқой бокс өте ауыр, ертең денсаулығыңды құртып аласың. Көрейік қалай болады екен деп, екеуміз қайтадан міне осы бір 3-4 айдың ішінде жұмыс істеуді бастадық. Енді қарсылас Танзаниядан болды, өте мықты қарсылас, шыдамды қарсылас, 10 раундтық бой өткізді. Енді көреміз, енді ары қарай қалай болатынын енді дайындаламыз. Енді жаңағы үмітіміз бар, ертең жоғары деңгейге көтерілеміз деген үміт бар. Соған еңбек етеміз енді, Алла қаласа. Жаңағы Али Ахмедов Геннадий Головкиннің командасына кетті, оны Головкиннің өзі шақырып алды, мен білсем, енді мен оның жаңағы ар жақ бер жағына үңілгім келмейді. Бірақ сол моментте жаңағы Генаға сояққа барам, сояқта дайындалам деп, онан кейін барып жаңағы келісім шартқа қол қойды. Енді ол бала өзі біледі, өзінің семьясы бар, өзінің жаңағы ойы бар, алда қойған мақсаттары бар. Мүмкін сол мақсаттар итермелеген шығар сол келісім шартқа қол қоюға. Ол кезде жаңағыдай қатынас болған жоқ, ол Америкада жүрген кезінде? Жоқ, хабарласып, былай қал жағдайын сұрасып тұрдым, бірақ жаңағы дайындық деңгейіне оған енді мен ешқандай қатынасым болған жоқ. Өйткені ол жерде өзінің бапкерлері болды, жанында жаңағы Геннадий Головкин болды. Енді ол жерде өздері шешім қабылдап, өздері жаңағы план сызып баланы жүргізді. Енді Геннадий Головкин өзінің қасына жаңағы көп, қазақта не көп, боксшы көп қой, талантты боксшылар жетіп артылады. Бірақ дәл осы Али Ахмедовті таңдап алды. Қандай қасиеттері бар еді жалпы сіздің қолыңызда жүрген кезде көзге түсетін? Бұл енді Әли өте жоғары деңгейдегі боксшы болып барды. Енді мүмкін Гена бір жағынан көмектесіп жіберейін деген шығар жас балаға. Енді оның жаңағы ішкі дүниесіне мен кіріп көрген жоқпын, білмеймін қандай оймен алғанын. Бірақ енді жаңағы результат айтайын, что жоғары деңгейде болған жоқ. Жалпы Геннадий Головкин неге осы Али Ахмедовпен ғана шектеліп қалды деп ойлайсыз? Жаңа айтқандай, бізде боксшылар көп еді ғой басында. Мысалы, қателеспесем, Данияр Елеусіновтің өзі енді Олимпиада чемпионы, ол да Головкиннің командасына кіргісі келді, бірақ оның жолы болмады деген сияқты ол жақта. Енді өзінің шешімі солай болған шығар. Енді мен неге алмады, неге басқа балаларды жаңа қолдамады деп оған ешқандай жаңағы бір претензия қоя алмаймын. Өзінің шешімі, ол кезде боксер болды, өзіне де қиын. Мүмкін осы бір боксерді алып көрейін деген шығар. Жаңа сондай ой болған шығар. Мен оған басымды да ауыртқым келмейді, шынын айтса. Былай Головкиннің өзімен сіз байланыс көрмедіңіз, да? Жоқ, байланыс көрген жоқ. Жалпы Али Ахмедовтың бір жыл бұрын, қателеспесем, соңғы жекпе-жегі Мацей Сулецкий деген польшалық боксшы болды ғой, поляк.
Сол кездегі Алиді біз мүлдем танымай қалдық, сөздің шыны керек. Бір раундта 2 рет құлады деген сияқты. Сол жекпе-жек жайында сіздің пікіріңіз қызық болып тұр. Оның алдында Францияда кездесу өткізді. Сол кезде бұның тренері жаңағы американдық жігіт болды. Генаны тренировать еткен. Сол болды. Мен сол кездесуден кейін оған айттым, мен сен жаттықтырушы ауыстыруың керек, мына болмайды. Өйткені жаңағы сенде бокс болған жоқ. Өте қиын кездесу өткіздің. Даже жаңағы бір рет нокдаун алып қалдың. Енді тренерді ауыстыру керек деп өзімнің кеңесімді бердім. Бірақ бұл сол кеңесті тыңдады. Онан кейін барды да тағы бір тренер алды, американдық. Американдық тренер алды. Сонан кейін мені жаңағы шақырды көмектесуге. Енді бокста аға бапкер бар, көмекші тренер бар. Мен сөйерге келдім. Сөйерге келген кезде енді менің де жаңағы тәжірибем бар, баланы жақсы білемін, көмектесейін деп сондай оймен енді бардым ғой. Бірақ ол бапкер дайындықты тек қана мен өткіземін, менің жаңағы бәрі менің жоспарыммен болады, сенің тренерің жаңағы мына жаттығу процесіне қатыспасын деп. Мен енді жанында жүрдім, психологически кішкене көмек беріп, жаңағы жаттықтыру процесіне қатысқан жоқпын. Өйткені маған ондай жаңағы возможность берген жоқ тренер. Енді Алиді қазір Қазақстанда өнер көрсетіп жүр ғой, соңғы 2 жекпе-жегі өз Қазақстанда өтті. Қазір өзінің промоутерлік компаниясы жаңа бауырымен бірлесіп жасап жатыр, Али Ахмедов промоушн деген сияқты. Демек Али Ахмедов әрмен қарай Қазақстанда өнер көрсете ме, әлде ақш-та тағы да жекпе-жектер өткізуі мүмкін бе? Енді Али ақш-та тұрады ғой. Лос-Анджелесте өзінің үйі бар, жайы бар, сол жақта тұрады. Енді келесі кездесулерін мен енді ақш-та өткіземін деп ойлаймын. Енді қазір соған жоспарлар жасап жатырмыз, келісім шарттар сөйлесіп жатырмыз. Енді көреміз қалай болатын. Енді келесі жаңағы кездесуі титульный бой болып қалуы мүмкін деген енді ойымыз бар, жоспарымыз бар. Бірақ енді бәрі Алланың қалауымен ғой. Бірақ сол ақш-та болса ма деп өзім ойлаймын. Боксрек сайтынан байқадық, сіз қателеспесем матчмейкер ретінде тіркелген екенсіз. Бұл жаңағы Али Ахмедов промоушнына қандай да бір қатысыңыз бар ма, әлде жаңағы қызыңыздың New Names Management деген менеджерлік компаниясы бар, сол арқылы жұмыс жасадыңыздар ма, сол қалай жалпы? Жоқ, енді матчмейкерлік деген енді бұл жаңағы осы бокс кеші болатын кезде енді Али Ахмедов өзім шәкіртім. Жаңағы Роман Ахмедов інісі, ол да менің шәкіртім. Енді олар жаңағы көмек сұрайды, ағай осылай көмектесіңіз деп, жаңағы матчмейкерлік жұмысты өзіңіз өткізсеңіз дұрыс болар еді деп сұрағаннан кейін сол көмегімді осы неде тигіздім, сол. Сіздің шәкірттеріңіздің бірі Жанқош Тұраров, Жанқош Тұраров. Жанқош Тұраров енді біздің көп жанкүйерлер айтады, енді жаңағыдай ноунейм боксшылармен шығады, потенциал бар ғой деген сияқты. Жанқош жайында айтып өтсеңіз. Енді Жанқош жайын айтып өтетін болсам, Жанқош әйтеуір бір өзі кезеңдері болды, неше түрлі бір жағдайларға түсті. Сонан кейін мына былтыр енді әлеуметтік желіде естіп жатсыздар. Анандай бір жаңағы бір қыз баламен бір жағдайлар болды. Жала жабылды. Енді оны жаңағы құзырлы органдар біледі ғой, мен енді оған шатағым жоқ ешқандай. Бірақ енді бала былай таза бала, еңбекқор бала. Енді мен өзім ойлаймын, бәрі промоутерларға байланысты. Егер бір промоутер алып осы баланы енді мына кейінгі мына енді қазір 40 жасқа дейін карьерасын жалғастырамыз десе, мен қай промоутерға болсын
әйтеуір жүргіземін деген промоутерларға келісім шартқа отыруға келісер едім. Мгм. Енді Жанқош жоғары деңгейдегі боксер ғой. Әлем чемпионы болды IBO-дан. Анау WBA Gold'тың алтын белдігін де алды. Енді бәрі бұл үлкен, былай қарасаңыз, жаңағы кәсіпқой бокс деген өте бір қиын жолы өте ауыр нәрсе ғой. Бұл жерде қаржы керек, Америкада дайындалу керек, тұру керек, оның бәрі қаржыға келіп тіреледі. Енді қазір сөйлесіп жатырмын, енді осы бала кейінгі мына кездесулерінің бәрін осы бір жақсы промоутерлік компаниялармен дайындалып, солармен бірге жаңағы ары қарай жүріп кетсем деп. Енді тек қана сәттілік тілеймін. Енді қарсыластарға қарасаңдар, мына соңғы қарсыласы жаман қарсылас емес. Мен оны алғаным, о қарсыласты бір 10 раунд жаңағы Жанқошқа осы бір қиындық туғызса ма деп алдым да. Жаңағы 10 раунд істесе екен, осы 10 раундтың көп істеп боксердің деңгейі көтеріле береді да. Сол үшін осы қарсыласты алдым. Бұл қарсылас жаман қарсылас емес, өйткені мен бұны Мадиевпен кездескенде көрдім. Руслан Мадиевпен, өте мықты жаңағы кездесу болды, жақсы ойын көрсетті. Сол үшін алдым да. Енді деңгейі төмен деп ол боксерді айтамаймын. Демек, қарсылас таңдайтын кезде сіздер жалпы бапкер ретінде қарайсыздар осы жерде, қарсылас таңдауға бір үлестеріңіз болады ғой енді? Ол жерде былайда енді жаңағы қаржыға келіп тіреледі бәрі. Бәрі қаржыға келіп тіреледі. Егер жаңағы қазір бір слабый соперниктердің өзі, жаңағы деңгейі төмен соперниктердің өзі өте қымбат тұрады. Енді мына қазір Аравия үлкен бокс кештерін өткізіп жатыр. Олар жаңағы қаржылары бар. Соған қарап басқа боксерлардың да жаңағы бағалары өсіп жатыр да. Сол үшін бәрі қаржыға келіп тіреледі. Қаржы болып жатса, неге например, ондықта тұрған боксерларды алмауға? Бәрі қаржы ғой. Оның үстіне мынау жаңағы үндістандық, африкалық боксшылар рейтингте жоғары тұрады да, бағалары арзан болады бұлардың, Мен айтпаймын арзан болады деп. Салыстырмалы түрде жаңағы америкалықтарға қарағанда, колумбиялық боксшыларға қарағанда. Жоқ, колумбиялық боксшыларда, үндістандық боксшыларда, африкандық боксшыларда олардың бағалары төмен деп айтамаймын. Енді жаңағы жол расходы көп болады. Жол расходы көп болады. Ол да жаңағы үлкен рөл ойнайды. Енді кім бізге көмектесіп, кім бізге жаңағы ақша беріп жатыр, ертең жаңағы 20-да тұрған, 10-дықта тұрған боксерларды алуға ешкім бізге көмектесіп жатқан жоқ қой. Сол үшін барлық не жағдайымызға қарап, соның ішінде де жаңағы боксерлармен келісім шарт жасап, кездесіп, қарсыластармен жақсы қарсылас алуға тырысамыз да. Енді титульный кездесулерге ол жерде сен уже қарсыласты таңдай алмайсың, өйткені саған береді қарсыласты. Балаусам Музиманның жалпы болашағын қалай қарайсыз? Әуесқой бокстан бері жақсы танимыз ғой. Біз ұлттық құрамада болды, кәсіпқой бокста да қазір 2 бірдей титулдың иегері. Енді Балаусаға келетін болсақ, мен осы июль айында құрама штаттарында болдым. Жаңағы Кэти Тейлор, Аманда Серрано екеуі кездесетін Мэдисон Сквер Гарденда кездесу болды. Сол жаққа бардық. Сол жерде көп адамдармен кездестік. Енді менің ойым жаңағы Джейк Пол деген жігіт бар ғой, сол промоутерлік компания ашып, қазір қыздардың лигасын ашып жатыр. Енді солар бізге жаңағы келісім шарт беріп, контракт берсе, біз сол Америкада ары қарай өзіміздің жаңағы
кәсіпқой деңгейімізді сол жақта көтеріп сол жақта кездесулер өткіземіз деп ойлаймын. Біздің қазақстандық жанкүйерлерге осы балаусаның Ангелина Лукаспен бір жекпе-жегі өте қатты қызықты, екеуінің арасында біраз келіспеушіліктер болды деген сияқты. Енді сіз балаусаның бапкері ретінде бұл жекпе-жек егер орын алатын болса, қалай өрбиді деп ойлайсыз? Мен өзім ойлаймын, олар бұлардың арасында кездесу болмайды. Иә. Енді алатын болсақ, өзі қазір бір екі ақтал қыз ғой, осы кәсіпқой бокста жүрген Ангелина Лукас пен Балауса Муздиман. Мен бұл екі қыздың алдында басымды иемін. Екеуі де өте мықты қыз, екеуі де құрамада болған қыздар. Екеуінің жолдары әр бөлек. Біреуі жаңағы IBO жолында жүр, біреуі қазір мына ақшқа шықсам ба деп жүр. Енді Ангелина да сол жаққа шығуға тырысып жатқан шығар. Енді оларға тек қана сәттілік тілеймін. Енді бұлардың араларында бірдеңе болды деп мен айтамаймын. Енді жаңағы мынау Fight Nice компаниясының президенті Камил Гаджиев, ол екеуінің арасында бой өткізейік, қалай қарайсыңдар? Енді егер келісім болса өткізіңдер деп жаңағы менің қызым менеджер айтқан. Бірақ ол жаңағы кездесу болмады. Болмайды да ол. Мен енді қыздарға тек қана жақсылық тілеймін. Ертең өздері әрқайсысы өздерінің жолдарымен биік шыңдарға көтерілулерінде тек қана жаңағы риза боламын. Енді Ангелина Лукас IBO чемпионы өзінің еңбегімен, өзінің жаңағы тырысып, жаттығуын жасап, әйтеуір еңбек етіп, сол деңгейге көтерілді. Тек қана сыйлау керек оны. Иә. Жалпы әйел боксшылармен жұмыс жасау қаншалықты қиын? Қыз балалармен енді жұмыс жасау қиын деп айтамаймын енді. Бірақ енді қыз балалар өзі уақытысы келеді, бұлар жаңағы тұрмыс құру керек, ертең бала шағалы болу керек, енді қыз бала болғаннан кейін. Бірақ енді әр адамның өзінің мақсаттары бар, алдыға қойған. Сол мақсатқа жетсем ба деген ойлары бар. Енді жаңағы Балауса осы үлкен деңгейге көтерілемін, ертең абсолютті чемпион боламын, осындай деңгейге көтерілем десе, мен тек қана жаңағы жұмыс істеп, ары қарай оның жаңағы профессионалдық деңгейін көтеруге тырыса беремін. Егер болды мен үйленемін, үй боламын, жаңағы өзімнің жағдайымды жасаймын десе, оған да мен келісемін. Енді әркім өзі шешеді ғой, олар личность, олардың өздерінің ойлары бар. Жалпы ер боксшылар қандай жаттығу жасайды? Әйелдерде тура сол жаттығу жасайды ғой, ол жақта сіздерде? Енді әр адамның өзінің енді Аллах Тағала берген возможностьтары бар. Кейбіреу жаңағы физикалық тұрғыда мықты болады. Енді кейбіреу жаңағы скоростной болады. Скорость енді Аллах Тағала береді. Оны тек қана жаңағы біз тренерлер жаңағы поддерживать етіп, ары қарай жаңағы өсіре береміз. Енді жаттығулары ерлер мен қыздардың ешқандай айырмашылығы жоқ. Нұржан Серікбаев деген боксшы да сізбен жұмыс жасайды, қателеспесем, иә? Жақында Эр-Риядтағы WBC ұйымдастырған Гран-при жарысына барды. Осы боксшының потенциалы жайында айтып өтсеңіз, жас боксшы, қателеспесем. Иә, жас боксшы. Енді бізді енді бәрі жаңағы біздің енді жағдайымызға қарап, ешқандай жаңағы бізде жаңағы құйылып атқан инвестиция жоқ, ертең жүргізуге балаларды. WBC бізге жаңағы келісім шарт бергеннен кейін 63,5-ға, біз сол 63,5-ға барып, сол жерде бокс тастық, бірақ балам ұтылып қалды. Енді ол да былай қарасаңыз бір үлкен тәжірибе. Өзім ойлаймын, бұл баланың болашағы үлкен. Қазір салмақты ауыстырдық, қазір 61-ге түстік. Бойы кішкентай, бұл енді сол 59 салмағында ары қарай карьерасын жалғастырады деп ойлаймын.
Енді қазір кәсіпқой бокстың отаны ақш емес, осы Сауд Арабиясы болып кетті ғой былай айтқанда, иә? Жоқ, енді олай айтуға болмайды. ақш өз жолымен жүріп жатыр олар. Енді баяғыдан бокстың жаңағы орталығы Сауд Арабиясы, ол өз жолымен келе жатыр. Ол жақта да Сауд Арабиясында да бір деңгейде жұмыс жүргізіліп жатыр ғой. Жалпы кәсіпқой бокстың дамуы үшін біздің Қазақстанда тек қана қаржы ғана керек пе? Енді кәсіпқой бокс бұл үлкен жаңағы деңгейге көтерілу үшін бұған қаржы керек. Енді былай қарасаңыз, балалар, бокста жүрген балалардың бәрі ауылдан шыққан балалар ғой. Енді кім көмектеседі бұларға? Например, мен тренермін, мен бизнесмен емеспін. Таңертең тренировкаға келем, кешке дейін солардың жандарында боламын. Мен қай жақтан қаржы тауып, қай жақта жұмыс істеп, оларды жаңағы деңгейлерін өсе. Мен шамам келгенше, әйтеуір жаңағы бала шағам бар, өзімнің, солардың көмегімен әйтеуір осы балаларды жайлап әйтеуір бір деңгейге көтеріп, бірақ енді үлкен деңгейге көтеру үшін оған жаңағы көмек керек. Енді бізге көмектесіп жатқан ешкім жоқ. Міне қазіргі таңда тек қана жаңағы бір адам бар. Ол Гаджиев деген бауырымыз. Осы жаңағы олимпиада, біздің жаңағы олимпиада комитетінің замы. Осы көп спортшыларға, көп спорт түрлеріне өзі жаңағы әйтеуір шамасы келгенше көмектесіп, осы біздің балаларды жоғары деңгейге көтеріліп жатыр. Соның ішінде осы мына бір қызға, балаусаға әйтеуір шамасы келгенше әйтеуір көмегін жасап, жаңағы өзінің ниетін білдіріп, әйтеуір көмектесейін деп, әйтеуір сол бір үлкен үлесін қосып жатқан жағдай бар. Жалпы әуесқой бокста өнер көрсетіп жүрген боксшылар мен кәсіпқой бокста өнер көрсететін боксшыларды жалпы дайындаудың артықшылықтары бар ма? Айырмашылықтары? Енді әуесқой бокс қой, ол бөлек спорт. Кәсіпқой бокс ол бөлек спорт. Бұл жерде ертең 12 раундтық бойға жаңағы кездесуге дайындалу үшін оның өзінің системасы бар. Ол енді айтады ғой, 100 жылдап келатқан не ғой, әйтеуір күннен күнге жаңағы дайындық деңгейлері өсіп жатыр. Біз де үйреніп жатырмыз. Енді біздің Қазақстанда өте көп қой боксшылар. Бәрі жаңағы Америкаға барып дайындалсақ па деген, жаңағы шетелде жүріп кездесулер өткізсек, тәжірибемізді көтерсек деген балалар көп. Енді әуесқой мен кәсіпқой спорт бұл бөлек спорт деп ойлаймын енді өзім. Әуесқой бокстағы біздің ұлттық құрама жайында да айта өтсек, ол жақта қазір Қайрат Сатчанов бас бапкер. Осы уақытқа дейінгі жалпы сіздің ойыңызша ең үздік бапкер кім болды ұлттық құрамада? Енді ойым, енді көп осы құрамаға күш салған Мырзағали Айтжанов қой деп ойлаймын да. Енді ол кісінің еңбегі өте зор. Енді көп еңбек етіп, үлкен деңгейге біздің боксшыларды көтерді ғой. Енді әуесқой боксқа келетін болсақ, әуесқой бокс неге өспейді? Неге өсуі мүмкін емес? Ол өседі. Неге өспейді? Өйткені үкіметтен қаржы құйылады. Қолдау бар. Бюджеттен ақша бөлінеді. Олардың жаңағы сборлары, жаңағы шетелге шығып турнирларға қатысуы, ол бәрі мемлекет тұрғысынан көмектесіп жатыр. Бұл жерде результат болмауы мүмкін емес та. Мүмкін емес. Енді мен өзім ойлаймын, сол мына шетелдерде
боксшылар бір жағынан өздері жұмыс жасайды, жаңағы ақшаларын тауып, бір жағынан жаңағы жаттығуларын жасайды. Сөйтіп жүріп үлкен жаңағы белестерге жетеді. Енді алатын болсақ, бүткілі жаңағы дүние жүзіне әйгілі боксерлардың бәрін алсақ, солар сол жолдың бәрін өткен ғой. Біздің боксшылар жаңағы былай қараса әуесқой бокс дейді. Енді дұрыстап терең қарасаң, олар кәсіпқой спортта жүр ғой, былай қараса. Жаңағы жылдың басынан жылдың аяғына дейін жаңағы сборларда жүреді. Мемлекеттің қарамағында киімдері, ақшалары, жаңағы бәрі оларға беріледі. Ол жерде жаңағы результат болмауы мүмкін емес та. Олар олимпиаданы да, мирді да бәрін ұту керек та. Жақында Азия чемпионаты өтті, жастар арасында Таиландта. Ол жақта енді Бақыт Сәрсекбаевтың өзінің командасы бар еді ғой. Осы Бақыт Сәрсекбаев жақын уақытта Қайрат Сәтжановтың орнын басуы мүмкін деген бір сыбыс ақпараттар естіп жатырмыз. Жалпы осы Бақыт Сәрсекбаев жайында айта өтсеңіз. Мен енді ол жағына кіргім келмейді, өйткені мен әуесқой спортта қазір жүрген жоқпын. Енді Бақыт Сәрсекбаев біздің Қазақстанымыздың мақтанышы ғой. Опыты көп. Енді мынау қазір жаңағы экспериментальный дей ма, сол құраманы дайындап, жас балаларды дайындап, енді жақсы деңгейге көтеріліп жатыр ғой, тек қана рахмет айтамын. Енді ол жерде жаңағы анау құрама команданы Қайрат Сәтжанов алып тастайды, ананы қояды. Мен оған шатағым жоқ. Ол жаққа басымды да ауыртқым келмейді, шынын айтса. Енді жаңағы айтып жатырмыз ғой, кәсіпқой бокстағы мәселелер, боксшылардың мәселелері деген сияқты проблемалары. Бапкерлерде қандай мәселе бар? Бапкерлерде әрқашан мәселе қиын ғой. Енді ертең жаңағы шәкірттер жоғары деңгейге көтеріліп отып жатса, бапкерлер әрқашан жаңағы көлеңкеде сол әйтеуір өздерінің жұмыстарын атқарып жүре береді. Бапкерлердікі өте қиын, жаңағы қиын жұмыс қой, шынын айтса. Біз енді боксшыларда жаңағы мынадай бір әдет деп айтсақ болатын шығар. Жеңіліп қалған кезде Алланың қалауы болды деп көбіне айтып жатады ғой. Қазір енді соңғы уақыттары заң шықты. Жаңағыдай альхамдулиллах деген сияқты сөздерді қолдануға болмайды деген сияқты, діни сөздерді қолдануға болмайды деген сияқты, Алла разы болсын деп айтуға болмайды екен. Өткенде бокс кештерінде байқап жатырмыз. Боксшылар айтып жатыр да солай. Бұл қаншалық дұрыс деп ойлайсыз жалпы? Боксшылардың осылай жеңілістерін Құдайға жабуы? Жоқ, енді мен енді өзім ойлаймын, бізді бір жаратушы бар ғой. Мен өзім Аллаға сенемін, әрқашан құлшылығымды жасаймын. Әйтеуір жаратушы бар, біз оған сенуіміз керек. Бірақ бәрі өзімізге байланысты ғой, еңбегімізді жасауымыз керек. Егер біз дұрыс дайындалмасақ, бір жерлерде жаңағы өзіміз бір кемшіліктер жасайтын болсақ, дайындығымызда, психологиялық тұрғыда, кейбірде бір жерде ұйықтамай қаламыз дұрыстап. Өзіміздің кемшіліктеріміз ғой, өрде енді Аллах тағала саған демалма, дұрыс дайындалма деп жаңағы саған жол көрсетпейді ғой. Еңбек жасау керек, еңбегіңмен ары қарай көтерілу керек. Бір ғана өзіңе байланысты бәрі. Енді ғана подкастымыздың соңында бізде осы боксшылар келіп жатқан кезде, бапкерлер келген кезде бір қызықты бір ойын деп айтуға болатын шығар. Егер қарсы болмасаңыз, сізге қазір боксшыларды атаймын. Салмақ дәрежесіне байланысты емес, ауыр салмақ, жеңіл салмақ бәрі де бар ішінде. Және кәсіпқойда жүрген боксшылар да бар, әуесқойда жүргендер де бар. Арасында екі боксшыны айтамын, біреуін таңдау қажет. Бастап көрейік. Виктор Катачиков әлде Нұрдос Төлебай? Нұрдос Төлебай. Нұрдос Төлебай әлде Талғат Шайкен? Нұрдос Төлебай. Нұрдос Төлебай әлде Сапарбай Айдаров?
Сапарбай Айдаров. Сапарбай Айдаров әлде Құлахмет Тұрсынбай? Сапарбай Айдаров. Сапарбай Айдаров әлде Нұрсұлтан Аманжолов? Сапарбай Айдаров. Сапарбай Айдаров әлде Еділ Қожамбердиев? Сапарбай Айдаров. Сапарбай Айдаров әлде Қамшыбек Қоңқабаев? Қамшыбек Қоңқабаев. Қамшыбек Қоңқабаев немесе Иван Дычко? Қоңқабаев. Қамшыбек Қоңқабаев немесе Айдос Ербосынұлы? Қоңқабаев. Қамшыбек Қоңқабаев немесе Қанат Ислам? Қоңқабаев. Қамшыбек Қоңқабаев немесе Садриддин Ахмедов? Қоңқабаев. Қамшыбек Қоңқабаев немесе Батыр Жүкенбаев? Қоңқабаев. Қоңқабаев немесе Сұлтан Зауырбек? Қоңқабаев. Қоңқабаев немесе Данияр Елеусінов? Данияр Елеусінов. Данияр Елеусінов немесе Сұлтан Зауырбек? Данияр Елеусінов. Данияр Елеусінов немесе Бек Нұрмағамбет? Данияр Елеусінов. Данияр Елеусінов немесе Мейірім Нұрсұлтанов? Данияр Елеусінов. Данияр Елеусінов немесе Жәнібек Әлімханұлы? Жәнібек Әлімханұлы. Жәнібек Әлімханұлы немесе Мейірім Нұрсұлтанов? Жәнібек Әлімханұлы. Жақсы, рахмет. Өте қызықты болды деп ойлаймын. Менің ойымша подкаст. Рахмет. Алдағы бұйырса сіздің шәкірттеріңізге де өзіңізге де тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Мансаптарыңызға. Рахмет. Келгеніңізге көп рахмет. 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 Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің шығарылым осымен аяқталды. Біздің арнамызға жазылып, лайктарыңызды бассаңыздар болады. Аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.